7 мамыр бұл жай ғана күнтізбедегі демалыс күні емес. Бұл біздің егемендігіміз бен бейбіт аспанымыздың басты символы. Нағыз отан қорғаушы болу, өз еліңді шексіз сүюден және оның тыныштығы үшін жауапкершілікті сезінуден басталады. Барлығы 1992 жылы басталды. Дәл осы күні Қазақстанның жеке қарулы күштерін құру туралы тарихи жарлыққа қол қойылды. Сол сәттен бастап тәуелсіз еліміздің қауіпсіздігі мен шекарамыздың бүтіндігі төл сарбаздарымыздың сенімді қолына өтті. Бүгінде құрлық әскерлері армиямыздың ең қуатты бөлігі. Олар заманауи техникамен жарақтанған дала қырандары. Біздің әуе қорғанысы күштері көгіміздегі болат сұңқарлар. Олар еліміздің кең байтақ аспанын кірпік қақпай күзетеді. Каспий айдынында әскери теңіз күштері сапта тұр. Олар су шебімізді қорғап, мемлекетіміздің мүддесін теңізде де нық сақтайды. Заманауи армия тек қару емес, бұл жоғары технологиялар. Бүгінгі сарбаз дронды да, күрделі сандық жүйелерді де шебер меңгерген. Сондықтан мектептегі физика мен математика болашақ мықты армияның іргетасы. Білімді ұрпақ қана жеңілмейтін мемлекет құра алады. Барша отан қорғаушыларды мерекесімен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, аспанымыз әрқашан ашық болсын. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.